balalar? Сәлеметсізбе. Балалар, бүгін біз сендермен кішігірім зертханада жұмыс атқаратын боламыз, иә? Бүгін біз сендермен мамандықтар туралы зерттеу жұмысын жүргіземіз. Балалар, ал сендер қандай мамандықтарды білесіңдер? Құрылысшы, полицейский, үшіндіруші, Ну, не? аспазшы, Электрик. электрик, Наукым. шаштараз, Наукым. полицейский. Дұрыс айтасыңдар балалар. Міне көптеген мамандық иелері бар екен, иә? Әр мамандықтың өзін атқаратын қызметі және орны болады екен, иә? Олай болса, бүгін біз сендермен осы мамандықтарды зерттейтін боламыз. Нұрмұхамед, сен өскенде кім болғың келеді? Электрик аға. Тамаша. Елназ, сен кім болғың келеді өскенде? Мен өскенде аспазшы апай болғым келеді. Тамаша, сендердің таңдаған мамандықтарың қандай керемет, е? Маңызы зор, атқаратын қызметі де өте тамаша екен. Олай болса, бүгінгі зерттеуімізді бастаймыз, е? Электрик аға қалай светті қосады? Мен оны зерттеймін. Қолауда сым, магнитизатқыш, диод. Тамаша. Мен біз мына кернеуішке сымдарды дәл осы бағытта орайтын боламыз. Бұл бізде плюс және минус жағына қосылатын кернеу. Міне осылайнан сымды мынаған қосамыз. Жарты қосамыз. Достар, біздің жарығымыз жанды. Қазір біз пешті қосамыз. Тамақтан бу шығады. Олай болса бастаймыз. Міне достар, біз сымдарды жинадық. Оң жақ бөлігін баса тамақтан бу шығады. Сол жақ бөлігін баса тамақтан от жанады. Біз басқа мамандықтарда істедік. Апайларда магнит жоқ. Ізден талпы жеттер.